белгілі орындарға ие болды. 83-ші көпсалалы мектеп гимназияның қазақ ұлт аспаптар оркестрде гран-при жеңіп алып отыр. Бұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. 2009 жылы қосымша білім беру мекемелерінде барлығы 153 қалалық, 82 республикалық, 69 халықаралық байқаулар мен олимпиадалар лауреаттары дайындалды. 2009 жылы театрланған балалар ұжымдарының 3-ші халықаралық Ақжелкен фестивалі өтті. Жас ұрпақ тәрбиесінің сапасын көтеру мақсатында оқушылардың тәрбиесіне қоғамдық ата-аналар кеңесін тарту бойынша жұмыстар атқарылуда. Ата-аналар мен тәрбие жұмыстарын үйлестіру мақсатында қоғамдық ата-аналар комитеті құрылған. Гагарин атындағы кітапхана базасында ата-аналарға арналған тұрақты лектория құрылған. Ата-аналар мен оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруды насихаттау бойынша жанұялық денсаулық зор байлық мекемелерін ұйымдастыру дәстүрге айналған. Мектептің ата-аналар комитетімен бірлесіп, отбасы тәрбие бесік атты акция өткізіледі. Биылғы жылы жас ұрпақты тәрбиелеуде ең үздік деп танылған жанұя мен мектептің бірлесіп атқарған жұмыстары жөніндегі негізгі жұмыстың қорытындысы «Менің жанұям, менің тұғырым» фестивалінде өз мәресіне жететін болады. Қалалық қоғамдық ата-аналар кеңесінің төрайымы Сарбасова білім басқармасының тұрақты қонағы әрі барлық шараларға белсене қатысады. Осымен 2 ай болды ата-аналар комитетімен бірлескен білім басқармасының ең алғашқы газеті жарық көрді. Мінекей осы газет арқылы да біз ата-аналарға құлақтар болып, ата-ананың осы бала тәрбиелеудегі отбасының рөлі қалай болу керек, ата-аналар бүгінгі қоғамда мінекей осы балалар тәрбиесіне қалай атсалысу керек, балаларды тәрбиелеуде қандай проблемалар бар, соның төңірегінде бірлесіп ой толғау үшін біз осы газетті жаңадан 2 ай болды шығарып отырмыз. Мектеп әкімшілігі ішкі тәртіп түзетулер енгізіп, мектеп аумағына және ғимаратына күн тәртібіне осы мәселелер енгізілген. Мектеп қызметкерлері осыған байланысты арнайы орталықтанған пункттардан шұғыл көмектер нұсқауларын алады. Мектеп оқушыларына төтенше жағдайлар орын алғанда іс-әрекет ескертпелерді таратылады. Өмір қауіпсіздігін сақтау пәндерінің мұғалімдері төтенше жағдай кезінде алдын алу практикалық сабақтарын ұйымдастырады. Мектептерді лаңкестерден қорғау мақсатында лаңкестікке қарсы паспорттар құрылып, балалардың шұғыл эвакуациясы бойынша жаттығулар өткізіледі. Сондай-ақ арнайы эвакуация графигі даярланған. Бұл енді аудан көлемінде де, қала көлемінде де өткізіліп тұратын заңды нәрсе. Сондықтан бұл мәселе ойламаңызда білім департаментінен ешқандай бұл жұмысқа әрекет жасалып жатқан жоқты. Бұған байланысты көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өткен себебі әр мектепте бүгінгі күнде білесіздер, ата-аналар комитеті құрылған. Көп жағдайда мектепке жалпы бюджет қаражатынан толықтай мектепті сақтауға мүмкіншілік беретін қаражаттар бөлінген. Әрине, көп жағдайда мектептің ішінде балаларды театрға апару, мектеп балаларды газет журналға жазуға байланысты қосымша қаражаттар жиналады. Соған байланысты да мінекей көріп отырсыздар, білім басқармаларына жан-жақтан тексерулер бүгінгі күнде өте көп. Соның бірі мінекей прокуратура саласынан. Соңғы прокуратура тексерудің саласында осындай мәселе көтерілді. Яғни мектептерде қаражат неге бүгінгі күнде баспасөзге жазылуға сіздер қаражат жинайсыздар. Әрине, мен келісемін. Егер де бүгінгі күннен бастап біз балаларды осы бастауыш сыныптан бастап жақсы газеттерге, журналдарға жаздырмайтын болсақ, ертең ол естігенде ол бала қайдан әдебиет кітапты оқысын. Ал ол үшін әрине қаражат жиналуға тура келеді. Және театрларға, ол театрларға балу үшін де Алматы қаласында білесіздер, жасөспірімдерге арналған театрлар бар. Енді ол театрдың ашылуында мақсатының өзі бірден бір сол, жасөспірімдерді қазірден бастап мәдениеттілікке тәрбиелеу үшін ашылған театр. Оған да көп жағдайда мысалы үлкен шеттері аумақтарда ата-аналардың көбісі өздері көрмеген театрларды ойлаймыз. Бүгінгі күнде біздің мәдениеттілікті көтеру саласында балалар барса керек. Сондықтан енді қаражаттың көп жиналуына байланысты осындай тіректес сөзге көбейеді. Оның бірден бір себебі осыған байланысты. Сондықтан жемқорлық мәселесі мектептерде көбінесе ақша жинауға байланысты болады. Және көріп отырсыздар, бұл закупка дейміз ғой. Соған байланысты бұның көбісі директорлардың мына экономика жағынан кішкене хабардарының аздау болуына байланысты құжат толтыру кезінде де кетіп
жатқан кемшіліктен бұндай кемшіліктер бар. Әрине, бұл прокуратура тарапынан да және қаржы полициясының тарапынан да ұсыныстар келеді. Бұндайды айтатын болсам, жалпы осындай жағдай үшін біз 28 қызметкер міндетті түрде осы тәртіп бұзушылыққа байланысты тәртіптік жаза қолданылған жағдайлар кездесіп отыр. Сондықтан жемқорлыққа байланысты білім басқармасы қандай күрес жүргізіп жатыр деген уақытта мен сіздерге сандық түрінен де осындай мәселені айтуыма болады.